бір пакистандық ғалым Мединаға келеді. Қараса, терезенің алдынан қараса, бір кішкентай бала жерде бір. Сөйтеді ана құстармен бірге жерден дәнектерді теріп жеп жүр екен де. Анау жаны ашып кетеді. Енді жағдай бар адам, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам зиярат жасап келді. Соны балақай бері кел деп шақырады. Балақай келеді. Сөйтіп қарның ашты ма дейді. Иә дейді. Мынаның бәрін жеп қойшы дейді. Ана баланы сондай смышленый, жақсы деп отырып алып, тамағын жеп. Балақай, неше ағайынсыз, біз көппіз дейді. Әкем жоқ, шешем бар. Тамақ жоқ дейді. Енді жағдайымыз жоқ. Анамен біраз сөйлесіп отырады да, балақай дейді. Мен сені алып кетейін дейді. Елім апарам, мен сені оқытам, ғалым боласың, бизнесмен боласың, бәрі боласың. Балам көз жайнап кетеді. Шынымен, шынымен дейді. Бала бір жабық, бірақ мен анашымнан рұқсат сұрауым керек дейді. Анашынан рұқсат сұрап кел дейді. Ертесінде келеді қуанып, ана маған рұқсат берді дейді. Соны сұрайды. Ауыл жетесі ойыншық бола ма дейді. Мен саған мына бүкіл комнатаны ойыншыққа толтырып берем дейді. Мен жағдайым бар дейді. Бәрін істеп берем, балақай. Бала айтады, келсін дейді. Біраз сөйлесіп, шай ішіп отырғаннан кейін айтады, аға дейді, мен бір сұрағым бар еді дейді. Ол барған жерімізде дейді, мынау пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам көгілдір кесенесі тұр ғой дейді. Сол бола ма дейді. Жаңа кісі жоқ балақай дейді. Егер ол купол біздей болса, мен бұл жаққа не үшін келер едім дейді. Бала ойланып, кішкентай балаша ойланып отырады. Жоқ дейді. Мен бара алмайды екен дейді. Мен қалаған уақытта соның астына барам, ойнаймын, маған жақсы дейді. Сонда кішкентай бала бүкіл дүниені тәрк етіп тұр да, өзінің мекеніне деген, пайғамбарға деген махаббатын ештемеге айырбастамай тұр. Сондықтан осындай махаббат тудыру керек балаларға.